Вали. Дала сұңқары қиырға қарайды. Өткен күзде ғана Омбы қаласына келіп оқуға түскен кішкене Шоқан қаланың қамау көше тар үйіне әлі жете үйрене қоймап еді. Есіл дерті кең дала, еркін жүріс, сахара ауасы. Ол көктем басталғалы сабақтан босаған сағатында ертістің бойына келеді. Алыс қырға көз салып көп отырады. Бүгінде Шоқан жұртпен бірге ертістің жағасына келді. Шоқанның әрдайым келгенде отыратын бір ғана орны бар. Ол ертістің бір биік жарының үсті, өзен қабағы қаптаған көп адам. Күтіліп сынған қалың мұздар бірін-бірі қаға жылжып, ойран тобыры шығып жатыр. Су бұрынғысынан әлде қайда көтеріліп, жардың ернеуіне шыпылдап келіп, қалаға лап қоярдай лепіреді. Шоқан Валиханов, сен мұнда неге томсарып отырсың, деді корпус дәрігері Василий Матвеевич. Шоқан қапылыстан қасына келіп сұрақ қойған үлкен кісіден ұяла орнынан тұрып алды мен әдеппен сәлем берді. Кешіріңіз, келгеніңізді байқамай қалдым. Боқасы жоқ қыран балапаны, деді Кошелевский. Сен еркен өскен сахара баласысың, сонау кен даланды ауылыңды сағынып отырсың. Түсінемін. Сен мына қалада торға түскен сұңқардың балапаны тәріздісің. Я, Василий Матвеевич, дәл айтасың. Сонау көгеріп ұмытқан далада менің ауылым елім бар. Қазір біздің ауылда қандай қызық, малы төлдеген өмір думаны сонда ғой. Жаңа сіз қыран балапаны дедіңіз. Осы көктемде менің әкем қаршыға салады. Ой, шіркін, қыран қаршығаның қас білгені қандай қызық, деп Шоқан мысықтанып кетті. Сапарғали Бегалин. Дала сұңқары қиырға қарайды. Өткен күзде ғана Омбы қаласына келіп оқуға түскен кішкене Шоқан қаланың қамау көше тар үйіне әлі жете үйрене қоймап еді. Есіл дерті кең дала, еркін жүріс, сахара ауасы. Ол көктем басталғалы сабақтан босаған сағатында ертістің бойына келеді. Алыс қырға көз салып көп отырады. Бүгінде Шоқан жұртпен бірге ертіс жағасына келді. Шоқанның әрдайым келгенде отыратын бір ғана орны бар. Ол ертістің бір биік жарының үсті, өзен қабағы қаптаған көп адам. Күтіліп сынған қалың мұзды бірін-бірі қағы жылжып, ойран тобыры шығып жатыр. Су бұрынғысынан әлдеқайда көтеріліп, жардың ернеуіне шыпылдап келіп, қалаға лап қоярдай лепіреді. Шоқан Валиханов, сен мұнда неге томсарып отырсың, деді корпус дәрігері Василий Матвеевич. Шоқан қапылыста қасына келіп сұрақ қойған үлкен кісіден ұяла орнынан тұрып алды мен әдеппен сәлем берді. Кешіріңіз, келгеніңізді байқамай қалдым.